Шетелде ойнайтын қазақстандық футболшылардың саны артуы мүмкін. Англия премьер лигасы, Италия А сериясы соңғы уақытта қазақ футболында біраз қызық жайттар болып жатыр. Алдағы уақытта шетелдік клубтарға қай ойыншыларымыз ауысады және қай клубтардың аты айтылып жатыр. Бүгін осы жайында сөйлесеміз. Бұған дейін қазірдің өзінде шетелде ойнап жатқан 17 футболшымыз туралы айтқан едім. Төменде сілтемесін қалдырамын. Көріп қарап шықсаңыздар болады. Ал бүгін осы тізімге тағы кімдер қосылуы ықтимал екенін айтамыз. Бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш. YouTube арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Бастаймыз. Достарымыз, теннисте кезетте бонус бір аяқталуға жақын. Тапсырмаларды орындап, күн сайын бонус ақша алыңыз. Әр отқан бәсіңізге бонус шотынан арнайы сома қосылып отырады. Сөйтіп ұтысыңыз ұлғая береді, қызық болса төменге сілтемесін қалдырамын. Ал енді футболшыларымызға оралайық. Соңғы бір аптаның басты ньюсмейкері Нұралы Әліп. Нұралы Әліп Манчестер Юнайтедтің назарына ілікті. Бұл ақпаратты сіз де оқыған шығарсыз. Бұл ақпаратты оқып алып, қазақтар Манчестер Юнайтедтің инста парақшасына шабуылдады дейсің. Ман Юнайтедтің инста парақшасын қарап шықтым, төменге дейін түсірдім. Әдетте 400-500 коммент жазылады екен. Ал қазақтар алдағы Эвертонға қарсы кездесудің анонсын нысана қалған. Сөйтіп сол жаққа Нұралы Әліп туралы комментарий жаза берген. Қазір дәл осы видео түсірілу кезінде дәл сол анонс постқа 437 мың комментарий жазылыпты. Әдетте 400-500 комментарий, бұл жолы 437 мың. Айырмашылықты сезініңіздер. Басында Нұралы Әліп, Қазақстанның туы сияқты комментарийлер бар еді. Ал қазір бешбармақтың қамырына неше жұмыртқа қосу керек? Нарынқолдың картошкасын сатамыз, шәуілдір 2 адам. Қазақша сөйле админ деген сияқты пікірлер, әзілдер айтылып жатыр. Кішігірім OLX болып отыр ғой ол жақта да. Әліп Манчестер Юнайтедке ауысады деген ақпаратты ең бірінші болып ел.kz деген сайт жариялады. Бұл енді инсайттар жазатын спорт сайты емес, қарапайым ақпараттық агенттік. Сөйтіп осы бір жаңалықпен жарып жіберді бәрін. Бұл сайттың редакторы Бек Төлеу менің әріптесім Әлімжан Асқарға дәл осы ақпаратқа қатысты пікір білдіріпті. Сөйтсе, бұл ақпаратты ең бірінші болып ел.kz-тің орыс редакциясында жұмыс істейтін журналист таратқан. Ал ол болса, бұл ақпаратты скауттардың бірінен естіген болуы мүмкін дейді Бек Төлеудің өзі. Бірақ негізі бұл жай ғана қауесет екенін айтты. Бізде дәл осылай бомба болады деп ойлаған жоқпыз дейді. Әліптің шаруасымен айналысатын агенттік компания бұл ақпаратты жоққа шығарды. Ешкім Әліп бойынша хабарласқан жоқ деді. Бірақ қазір Әліп расымен де Манчестер Юнайтедтің назарына ілікті деп айтуға болады. Ілікті дегенде қалай, өзіміз іліктіріп бердік. Манчестер Юнайтедтің инстасында бір бум жасадық, олардың өздері шок болып жатқан шығар. Глейзерлер отбасы бұл комменттің бәрін көрмеген шығар, бірақ Манчестер Юнайтедтегі маркетологтар, SMM-шіктер бәрі көрді ғой. Оқып шықты, бұл не болып жатыр деген шығар. Қазақстанның туларын көріп, Нұралы Әліп деген кім деп Google-ға жазып көрді. Оның үстіне соңғы уақытта бұл ақпарат жайында британ басылымдары да жаза бастады. Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлеріне арналған сайтта Нұралы бізге керек пе деген мәселе көтеріліп жатыр. Нұралы осы желтоқсанда 24 жасқа толады. Ол қазір Зениттің негізгі құрамындағы футболшы. Әлі жас, осы маусымда Ресей премьер лигасында 13 матчқа қатысып үлгерді. Зенит Әліпті Қайраттан 2 миллион еуроға сатып алған. Қазіргі келісім шарты 2025 жылы аяқталады. Ресейлік клуб қазақстандық талантты қорғаушыны тегін жібере салғысы келмейтіні сөзсіз. Сондықтан алдағы қыста болмаса да 2024-тің жазында Әліпті басқа командаға сатуға келісуі мүмкін. Нұралының өзі келісім шартты ұзартпаса әрине. Бізге бірінші нұсқа ұнайды. Осы қыста болмаса, тым болмаса келесі жазда жақсырақ Еврокубокта ойнайтын командаға ауысса, нұр үстіне нұр болар еді Нұралы. Әліптің Манчестер Юнайтедке ауысуы бір жай әңгіме шығар, қауесет дедік, бірақ топ-5 лигада біздің қазақстандық футболшыға тағы бір клуб көз тігіп отыр. Біз әрине Максим Самородов туралы айтып отырмыз. Жай спорт телеграм арнасы құрамамыздың Словенияға қарсы кездесуіне италиялық Ториноның скауттары келгенін хабарлаған еді. Торино Италияның А сериясындағы ортанқол командалардың бірі. Осы маусымда чемпионатта 11-ші орында келе жатыр. Бірақ Ториноға дәл қазір Макс қаншалықты керек екені белгісіз. Себебі бүгінде бұл клубтың құрамы негізі мықты. Мысалы, Максим Самородов ойнайтын сол қапталдағы вингер позициясында Сербия құрамасының ойыншысы Немanja Radonjić. 25 жастағы талант Ян Карамо бар. Клуб Янмен келісім шартын биыл ғана ұзартты, сондықтан онымен жақын уақытта қоштаса қоймайтын шығар. Ал негізгі құрамда Радонич ойнап жүр. Максқа бұл позицияларды тартып алу негізі қиын болады. Ал шабуылда Антонио Санабрия, Дуван Сапата сияқты мықтылар бар. Максим Самородов дәл қазір Ториноның негізгі құрамына келмейтін шығар, бірақ болашақта
Расымен Италия сериясында ойнап қалуы мүмкін. Негізі италиялық клубтар соңғы уақытта біз жаққа ТМД мемлекеттеріне жиі көз салып жүр. Бүгінде орыстар, украиндар, грузиндер, тіпті өзбектер сол А сериясына кетіп жатыр. Демек италиялықтар расымен біздің аймақтағы футболшыларды бақылап жүр деген сөз. Сондықтан Максим Самородовқа деген қызығушылық расымен бар деген ойдамыз. Себебі бір жағынан италиялық басылымдарда бұл жайында айтып жатыр. Оның үстіне біздің жігіттер Ториноның да Instagram парақшасына шабуылдап жатыр. Бітті ғой енді олар. Айтпақшы, сол Словенияға қарсы кездесуде австриялық Rapid Вена скауттары да келді деген ақпарат шықты. Rapidтің спорт директоры Маркус Кацер де Самородовқа қызығушылық барын растады. Бірақ олар алдағы қысқы трансфер кезеңінде ешқандай ойыншы сатып алмаймыз деген еді. Сондықтан Rapid Самородовты алатын болса, келесі жазда алатын шығар. Rapid болса қазір Австрия Бундеслигасында 8-ші орында тұр. Максимге қызығушылық танытып отырған клубтардың арасында ресейлік ұжымдар да бар. Мысалы, Крылья Советов. Бұл қанатты клуб негізі бір кездері Абат Айымбетовтің карьерасын құртып жібере жаздаған. Абат Крыльяға ауысқаннан кейін маусым бойы қосалқы құрамда отырып, алаңға бір ретте шыққан жоқ. Ал олар қазір Ресей премьер-лигасында 3-ші орында тұр. Бірақ бұл әрине қажет емес нұсқа. Еурокубоксыз чемпионаттың бізге не керегі бар? Жаздан бері түркиялық клубтар жайында да түрлі ақпараттар тарап жатыр. Ең жиі айтылатыны Трабзонспор, 2022 жылғы чемпиондар. Түркиялық клубтың қызығушылығы жайында бірінші болып сол түркиялық инсайдерлер жазған еді. Самородов Трабзонспор бас бапкері Абдулла Авджидің өзіне ұнап отыр екен. Қазір бұл клуб Түркия Суперлигасында 4-ші орында келе жатыр. Баха мен Макстың Түркиядағы текетіресін көруіміз мүмкін. Қалай дегенде де Самородовтың Ақтөбемен келісім шарты биыл аяқталады. Сондықтан Максты алдағы уақытта шетелдік клубтардың бірінен көреміз деген үміт бар. Италия мен қазақстандық футбол деген кезде біраз нәрсе байланысайын деп тұр. Баха мен Аталанта, Самородов пен Торино, енді Ислам Чесноков пен Фрозиноне. Бұл клубтың исламға назар аударғанын инсайдер Владимир Жарков жазған. Фрозиноне биыл ғана А сериясына көтерілді. Чемпионатта 12-ші орында тұр. Клубты Эусебио де Франческо жаттықтырады. Бұл бапкер естеріңізде болса, Рома мен бірге Барселонаны өз алаңында 3-0 есебімен жеңіп, Чемпиондар лигасының ширек финалында ғаламат камбэк жасап тастаған. Клубты дәл осындай мықты бапкер жаттықтырады. Одан бөлек Чесноковқа да түркиялық клубтар көз тігіп отыр. Оның агенті Ярослав Зварич Вестиге берген сұхбатында исламға Қасым Паша қызығушылық танытып отырғанын айтқан. Жай ғана қызығушылық емес, бізге Қасым Паша хабарласты деп айтты. Қасым Паша қазір Түркия Суперлигасында 8-ші орында тұр, бірақ Бешикташтан мысалы бар болғаны 4 пайға қалып келеді. Оның үстіне команданың оң қанаттағы вингер позициясында 30-тың ар жақ бер жағында жүрген футболшылар, сондықтан орнына жап-жас Чесноковты неге алмасқа? Грекиялық Паук туралы да әңгімелер шыққан еді, бірақ футболшының агенті мұның бәрі жай ғана қауесет екенін айтты. Ислам осыдан бірнеше күн бұрын ғана 24 жасқа толған еді. Бірақ оның шетелде тәжірибесі бар. Алтай футбол клубының түлегі биыл Тобылға ауыспас бұрын Беларуста ойнап қайтқан. Беларустық Белшина сапында өнер көрсетті. Ол жақта негізгі құрамда болған, биыл оның Тобылмен келісім шарты аяқталады, сондықтан Исламның өзі бағын тағы да шетелде сынап көргісі келіп отыр. Сәттілік тілейміз. Шетелге кетуі мүмкін тағы бір футболшы бұл Серікжан Мужиков. Тобылдың капитаны қысқа трансфер кезеңінде Қазақстан премьер-лигасын Түркия чемпионатына ауыстыруы мүмкін. Бірақ Түркия суперлигасы емес, Түркия бірінші лигасына. Вестидің ақпараты бойынша футболшыға түркиялық Göztepe клубы көз тіккен екен. Göztepe Түркия бірінші лигасында ойнайтын клуб қазір чемпионатта 5-ші орында тұр. Яғни суперлигаға көтерілуге басты үміткерлердің бірі. Жақында осы клубтың тізгінін болгариялық маман Станимир Стойлов ұстады. Бұл кісі қаңтарда команданы күшейтпек екен, сондықтан өзі білетін мықтыларды шақырып жатыр. Стойлов Астананың бас бапкері болған кезде Серікжан негізгі құрамда ойнайтын. Жалпы бапкер Мужиковтың Қазақстандағы ең талантты футболшылардың бірі екенін айтатын. Сондықтан Стойлов пен Мужиков Түркияда қайтадан бірге жұмыс істеп қалуы ықтимал. Қазақстандық жартылай қорғаушының Тобылмен келісім шарты биыл желтоқсанда аяқталады. Сондықтан ол еркін агент ретінде кез келген клубқа кете алады. Серікжан ешқашан шетелде ойнап көрмеген. Жетісуда, Қайсарда, Астана мен Тобылда өнер көрсетті. Мүмкін 34 жасында алғаш рет шетелде бағын сынап көреді. Смақовтың өзі кезінде 35 жасында Түркия бірінші лигасына кеткен жоқ па? Rizespорды көтеріп, дамытып, Суперлигаға шығарып, Қазақстанға айтып келген. Сондықтан Серікжанға да неге сөйтпеске? Оның үстіне білесіздер, қазір қазақстандық футболшылар Түркия чемпионатында легионер болып саналмайды. Түркия бірінші лигасынан тағы бір жаңалық. Еркін Тапалов та шетелдік клубтың назарына ілігіпті. Оң қапталдың қорғанысында да, жартылай қорғанысында да өнер көрсете беретін Тапалов осы маусымда клуб сапында да
құрама сапында да жап-жақсы өнер көрсетті. Инсайдер Айдын Қожахметтің ақпараты бойынша ол Маниса клубының футболшысы атанады. Маниса қазір Түркияның бірінші лигасында 11-ші орында тұр. Бірақ оларда биыл Түркияның суперлигасына шығуды мақсат етіп отыр екен. Жалпы бірінші лигадан 7-ші орын алып, плей-офф кезеңі арқылы суперлигаға шығуға мүмкіндік бар. Сондықтан Манисаға да мүмкін жанкүйер болып қалармыз алдағы уақытта. Әрине Қызылжардың капитаны Манисаға ауысып жатса. Еркін Ақжайық клубының түлегі жасы 30-да бүкіл карьерасы Қазақстанда өтіп жатыр. 30-да орда бұзатын жаста Түркияға кетіп қалуға болады. Құраманың оң қанаттағы қорғаушысы Лев Скворцов алдағы уақытта клуб ауыстыруы мүмкін. Ол қазір Ресей бірінші лигасындағы Химки командасында ойнап жүр дегенде қалай, көбіне қосалқы құрамынан шығады. Скворцовтың бұл жағдайға көңілі толмай отыр. Сондықтан 23 жастағы футболшы қысқа трансфер кезеңінде басқа командаға кетуі ықтимал. Оның агенті Дмитрий Селюк бірнеше команда хабарласқанын айтқан, бірақ нақты қай командалар, қай клубтар екенін айтқан жоқ. Бірақ Скворцовты да трансферлер қатарында көріп қалуымыз әбден мүмкін. Бүгінге осы жігіттер. Соңғы уақытта шетелге ауысуы мүмкін барлық қазақстандық футболшылар осындай. Бұл тізім ақырындап көбеюі мүмкін, көбейіп жатса, әрине тағы да осындай бір шығарылымдарды күтіңіздер. Самородовқа, Чесноковқа алдағы уақытта қай клубтарға ауысқан дұрыс? Өзіңіздің пікіріңізді жазыңыз, кеңесіңізді беріңіз. Нұралы Әліп Манчестер Юнайтедтің жидесін кесе қалай болады? Жалпы Әліпке Зениттен кету керек сияқты, қалай ойлайсыздар? Ойларыңызды төменде қалдырыңыздар. YouTube арнамызға жазылып қойыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Біздің футболшылар топ 5 лигаға ауыса берсін. Сау болыңыздар.